Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге үйлеріңізге қонақ келсе ұялмай ұсынатын мохито сусынын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге апельсин, мята жапырағы, лимон, сироп, спрайт қажет болады. Ең алдымен апельсинімізді дәл видеодағыдай турап ыдысымызға саламыз. Одан соң қалауларыңыз бойынша лимон саламыз турап. Мята жапырағын саламыз. Мята жапырағы көбірек болса, дәмі өте керемет болады. Одан кейін 3 ас қасық сироп қосамыз. Сироптың дәмі менде манго дәмі болды. Одан кейін спрайтымызды қосамыз. Егер сарағаш қолданам десеңіздер, сарағашты да қолдануға болады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Міне, манго дәмімен дайындалған мохито сусыны дайын. Түрі де, дәмі де өте керемет. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнап жатса, дайындап көріңіздер. Достарыңызға поделиться етіп таратыңыздар. Каналыма қосылуды, тіркелуді ұмытпаңыздар.